Соңғы уақыттары мен тек қана осы рецептпен қана сүзбелі бәліш жасап жүрмін. Себебі жасаған кезде өте дәмді шығады, виді өте әдемі болады және аузда ериді. Мен қазір сіздермен осы бәліштің жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар, жасап көріңіздер. Сонымен бізге керек болады ұн 200 грамм, қант 150 грамм, 2 ас қасық сметана, 8 грамм разрыхлитель, және холодильниктен алынған қатты 100 грамм май және жұмыртқаның сарысы. Сонымен біз ұнға қатып тұрған майымызды терка арқылы өткізіп аламыз да крошка жасаймыз. Оған барлық ингредиенттерді қосып алып, тесто жасап шығамыз. Одан кейін ол тестаны холодильникке біз творогымызды, сүзбемізді, начинкасын дайындап алу үшін холодильникке қоя тұрамыз. Творогымызды аламыз. Барлығын мен қазір төменге описанияға жазып кетемін, қаншалықты мөлшерде керек екенін. Енді біз осы ингредиенттердің барлығын салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Бір келкі етіп езіп алғаннан кейін оны тестамызға үстіне құямыз. Яғни бірінші тестамызды формаға салып, 20 диаметрмен де форма. Осыған тестамызды саламыз. Шетін дұрыстап видеодағыдай етіп жасайсыздар. Барлығын тегіс, бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпесін, барлығы бірдей болсын. Дәл осы видеодағыдай жасап болғаннан кейін начинкамызды үстіне құямыз, сүзбемізді. Содан кейін барып, қызып тұрған пешке 1 сағат 160-180 градуста, сіз енді пешіңізге қарай пісіресіз. 160-180 градуста 1 сағатқа қойып қоясыз. 1 сағаттан кейін алып, оны міндетті түрде суытып қоясыз салқын жерге. Суығаннан кейін барып оны кесу керек. Егер ыстықтайсыз кесетін болсаңыз, ішіндегі начинкасы ағып кетеді. Сол үшін тек қана суылуын күтіңіздер. Міне бізде дайын болды. Видеода өте әдемі, дастарханға қойғанда бірден жоқ болып кетеді. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.